не білмей тұрмын. Мади өте жақсы бала, және де ол қалай деп айтсам болады, көрікті түрмен емес, және де жан дүниесі өте әдемі деп айтсам болады. Маған қазір қалай айтатын еді, қызықты. Демек, мәдимен уақыт өткізу қызықты сізге? Иә, бізде андай болмайды, сөйлемей отырып деген сияқты. Қалай перебивать етіп бір-бірімізді сөйлеп. Переживать етіп тұрмын. Қобалжып тұрсыз ғой, әрине. Бір ауыз сөзбен айтқанда, Мәди көңіліңізден шықты, өте сондай сымбатты болса да жанды сондай әдемі жігіт дейсіз ғой, керемет. Ендеше бір сұрақ қойсам деп едім екеуіңізге. Өйткені сіз келгелі бері менің жеке парақшама да, жалпы қалаулымның парақшасына да бір қыздың суретін жіберіп, Мәди екеуі бұрыннан таныс екен деп айтып жатыр. Бірақ енді мен жеке басым өзім құсатпадым ол қызға сізді. Қазір мүмкіндік болса, сурет ол жоқ екен. Бірақ енді әңгімені біліп отырсыз ғой, көрдіңіз ғой ол суретті. Жалпы мен өз жеке басым құсатпадым ол қызға. Сол қыз сізсіз бе? Жоқ. Сіз емессіз? Жоқ. Қалаулымда таныстыңыз? Жоқ, қалаулымда таныстым. Осы Мәдимен? Иә, білген жоқпын, көрген жоқпын. Ол қыз маған ұқсамайды ғой? Иә, мен де ойлаймын ұқсамайды. Иә, Мәди өзің айтшы. Ол сурет маған бір кісі жазды, сіздер 2003 жылдан бері таныс екенсіздер ғой. Мен 2003-те жаным ау, мен 2003-те қайта қызбен танысқанмын, мен апайыммен әрең танысып жүрдім ғой деп ойлап қалдым да арасында. Ол сурет 2013 жылы жасалған болатын. Мен университет қабырғасында 3-ші курс оқып жүрген кезім. Ол менің әпкемдей болып кеткен қыз, бірге жұмыс істегенбіз. Жастар кеңесінде ол төрайым болды, мен төрайым орынбасары болдым. Және де бүгін парақшама салам, салыстырып қазіргі суретімен сол суретін, өйткені мен де таңғалдым да, неге адамдар енді құсатып жатыр деп ше, өйткені мүлдем құсамайды да, мүлдем бөлек адамдар деп айтсам болады. Мөлдір деген, Шоқарова Мөлдір деген әпкемдей болып кеткен кісі. Сәлем жолдасың ба? Иә, Мөлдір көріп отырса, сәлем, және де отбасына да сәлем. Керемет. Мөлдірге бақыт тілейміз. Ендеше ақырындап кездесулерге көрсек, біз білмейтін бір қырларың, сырларың ашылып жатыр ма? Не жаңалық? Негізінде Сымбат екеуміз кездескен кезде бұндай ұялшақ емес, енді менімен отырып, кәдімгідей ұялмай өзінің ойын анық жеткізіп, енді Сымбат көбінесе былайда орысша ойлайды да, қазақша сөйлеген кезде осылай кішкене сөздерін дұрыс айта алмайды. Мен де осы бағдарламаға келмей тұрып, мен де солай орысша ойлап, көбінесе орысша сөйлеп, жұмыс бабы мен де орысша сөйлеп. Асхаттың арқасында түзелдім дейсің ғой? Иә, жайлап, осы қалаулым бағдарламасы арқылы, Асхаттың бұл жерде ешкімнің қатысы жоқ дейсіз, бағдарлама арқылы да, өйткені күніне 3 сағат бойы қазақша, енді қазір өмірімізде көп жағдайлар қазақша болып жатқаннан кейін, маған үлкен пайдасы тиіп жатыр бағдарламаның, өйткені мен қазақ тілін әдеби жағынан дамытып жатқаныма. Сондықтан солай. Шынымен де көп сөйлейсің қазір қазақша. Жарайсың. Енді кездесуде біз білмейтін қыр-сырлар ашылды ма деген сұрақ қойылып еді, жауап басқа болды. Тағы да ғой енді, мүмкін осылай жауап берейін. Сіздер білмейтін қыр-сырларын өзім білгенім дұрыс болар. Айтпайым дейсің. Айтпайым. Айттың ғой жаңағы жігіт екеуі ұқсайды деп. Неге? Иә. Ендеше кездесудегі суреттерді көрейік. Рұқсат па? Оны да көрсетпейсің. Жоқ, иә. Енді экранға назар аударыңыз міне. Түу шіркін-ай. Сен қайдан да? Жоқ. Жол бойында түсіпсіздер. Енді. Мынау бір айтпақшы, мен бұның бейнесін көрдім, кәдімгідей ән айтып жатқан, бірге караокеде ән айтып. Қалай қорыққан жоқсыз ба даусынан? Жоқ, күшті дауысы. Менің даусым жоқ, мен өлең айтпаймын. Менің даусымда да жақсы дейтін адамдар бар екен ғой дегенмен қуанып. Түсінікті. Енді бір үлкен қадамдар болады ғой енді. Айтпақшы міне бейнесі бар екен. Дауыссыз көрсек бола ма? Жоқ, енді дауысты көрейікші.
Мына дауыс әдемі дейсіз, Сіз жалпы қандай әншілерді тыңдайсыз, Сымбат? Сүйіп тыңдайтын әншілеріңіз бар ма, олар кімдер? Қазақша өлеңдерден Ханшайым деген өлең ұнайды. Ғаділбек ұнайды. Иә. Қайрат Нұртастың әндері ұнайды. Иә, бар. Арасында барлығы деп айтпасам да. Енді сол тізімнің соңына Мәдиді жалғап қойсаңыз болады. Мәдидің караоке айтқан әндері деп. Негізі, былайда кешірім сұраймын, қымбатты көрермендер, құлақтарыңыздан қайтқаннан кейін. Жоқ, былай, енді не ғой, жеке бір бөлмеде кабинка деп атаймыз ғой? Жоқ, ол үшін кешірім сұрамай-ақ қой, Мәди, өйткені бұл енді дегенменен сен әнші емессің ғой. Сезімді жеткізу, ниетіңді білдіру дегендей. Шынымен жоқ, қолдан келгенше тырысып жатсың, жарайсың. Ең бастысы Сымбаттың көңілінен шығып жатыр. Осы тұста енді қонағымыздан сұрап отырайық. Осылай енді тырысып жатыр, ән айтып, басқа өнерлерін көрсетіп, енді бір тағы да қосымша пайдалы кеңес бересіз бе? Қалай басқаша қыздың жүрегін жаулауға болады? Өзі сондай пысық жігіт енді негізі. Енді мен ешқандай бір кеңес айта алмаймын. Мәди енді көрініп тұр ғой, өте пысық жігіт екен. Сондықтан бұл кісілердің өз шыға ма екеуінен? Қалай сіздің ішкі жан дүниеңіз не дейді екеуін көріп? Ішкі сезім. Иә, енді шығатын сияқты. Келетін сияқты. Болды. Шығатын сияқты деді. Сымбат, енді біраз болды осы бағдарламаға қатысып жүргелі. Ата-аналарыңыз, туған туыстарыңыз көріп тұр ғой енді ара қатынастың жалғасып келе жатқандығын, дамып келе жатқандығын. Енді жақын арада мүмкін сөз салып қалу мүмкін дегендей бір күдік пайда болған шығар оларда. Пікір айтқан жоқ па? Қызым, енді мүмкін доғарсаң бағдарламадағы ара қатынастыңды деп. Жоқ, әлде керісінше қолдап жатыр ма, жарайсың деп? Оларға менің шешімім қалай айтсам болады, маңызды. Мадиді, мысалы, мамам сөйлесіп тұрамыз. Мама сұрайды, қалай, не істедіңдер, не істеп жүрсіңдер деп. Мен айтамын, жақсы барлығы. Бәрі жақсы дейсіз. Иә. Потом кездескенде дұрыстап айтып беремін деп айтамын да мамама. Керемет. Ал не айтып бересіз сонда? Мәди қандай деп сұрақ қойды ғой ол басты. Сонда қалай барын айтып беремін. Сол сөйлескеніңізді еске түсірейікші, мысалы, мен сіздің анаңызбын, мен айтамын, иә, қызым, Мәди қандай жігіт екен деп. Сонда қалай жауап бердің? Жоқ, айтпай қойыңызшы. Сымбатқа мен де айтамын да, бағдарламада сен ұялмай, ойыңды анық жеткізуге тырыс. Сен эфирде отырып, бәріне емес, маған айтып отқан сияқты айтып үйренші деймін да, бірақ қазақша деп айтамын. Енді көремін дейді. Кішкене осында шығуға қорқынышы бар кей кезде. Енді сіздер эфирге шығып, бүкіл елдің көзінше сөйлеу оңай емес қой. Мәди, енді тура осы сұрақты саған қояйын. Атаң мен әжеңнің пікірі сен үшін ерекше маңызды екенін білеміз. Ол кісілер не деп жатыр? Мүмкін тойға асықтырып жатқанда шығар. Үйіндегі ремонт бітті, оны білеміз енді. Келінді ғана күтіп отыр бәрі. Апам мен атаммен сөйлескем. Көңілдерінен шығып жатыр, енді айтады, балам, көр, асықпа, сөйлесіп көр, ұнап жатса, біз әрқашанда дайынбыз деп. Рұқсатын берді ғой басты, иә? Иә, рұқсатын бер, бұндай ешқандай. Мәселе туындамайды деген ойдамыз. Біз енді халық сынауы мүмкін бізді, үнемі асықтырасың деп, бірақ енді біз
ниетіміз ақ қой бастысы. Иә, Біз оның бәрін қуанышты көргіміз келеді, қадамдардың тез болғанын қалаймыз. Және де мысалы айтып жатыр ғой 18-ші жыл осы отбасын құруға өте ыңғайлы деп сенетін адамдарға. Енді осы сұрақты қоюға тура келіп тұр енді. Осы үлкен қадамға келе жатсыңдар ма? Ара қатынастарың соңында тұр. Әлде уақыт керек пе? Негізі былай ғой. Құдай қаласа алдағы уақытта бәрін көре жатарсыздар. Енді бәрі жақын арада болады, осы күнде болады деп айтқанның түк қызығы қалмайтын сияқты. Бәрі тосын сый болады дейсің ғой. Иә, әрине, сол да кішкене сымбаттың үйіне барып, жұмысқа кетіп бара жатқан жерден ұстап қызым боласың. Жоқ, олай болсын енді оның бәрін көре жатарсыздар. Бөлсем ғой, ол оқиға болғаннан кейін бәлкім. Бірақ енді барынша тырысамыз ғой, осы қалауым бағдарламасында жолықтық. Қалауым бағдарламасында қуанышты сәттердің бәрі осы бағдарламаның эфирінде өткеніне қалаймыз дейсің. Қалаймыз. Енді менің ойымша шынымен де енді Мәдидің ән айтқанына шыдаған адам енді басқасының бәріне шыдайды. Ең бастысын ақтан өттіңіз енді. Жалпы енді Мәди өзің білесің ғой, қыздың көңілін жаулау үшін енді бірге киноға барып, караокеда ән айтып дегенді елдің бәрі жасайды. Бір ерекше бір ойыңда ойластырған бір жоспарың бар ма? Бір мүмкін ерекше кездесу ме бір? Ондай жоспарлардың бәрі ешкім білмей қойса деген ниет қой. Айттың ғой екеуі айтып тұр. Жоқ, дұрыс қой. Бұрын енді мен шын керек өмірден түсіндім да. Бұрын мен шынымен де ашық ауыз едім. Өзімнің мақсатым, Аллах қойған мақсатымды достарыммен бөлісіп,